Германияға ферен жоппен келем деген студенттерге арнап мен кезінде топ 10 кеңес жазған екем. Соны мен оқып берейін. Ең біріншісі неміс тіліңді ретте. Оны әрқашан айтам, өйткені сіз Германияға келесіз. Германияда мемлекет тілі неміс тілі. Немістер немісшені білсе де, ағылшынша білсе де немісше жауап қайтарады. Сол үшін оны білген жақсы. Бітіретін курс болмасаң болды. Германияға баруға тәуекел қылып көруге стоит. Америка сияқты қаншалықты оқу курсын жоғары болса, соншалықты виза алу шансы төмен деген қатып қалған қағида жоқ. Ең бастысы бітіретін курс болмау керек. Документтерді тез және толық ретте. Өйткені сенің документтерің толық болса, виза алу шансы 95% болады. Яғни документтерін тапсырасын, визаңды аласың. Ешқандай собеседование, ешқандай консульмен кеңесу деген болмайды. Ақша жинап тәуекелге бар. Ферен жоп ешқандай 100% кепіл емес, бірақ тәуекел қылып студент кезде көруге болатын тұрақты мүмкіндік. Ондай мүмкіндіктер тек қана студенттерге ғана арналған. Студент еместер бұндай программамен бара алмайды. Тек қана сенімді агенттіктермен жұмыс жаса. Өйткені кейбір бар ондай, өкінішке орай, Өзбекстанда да, Қырғызстанда да, Қазақстанда да студенттердің ақшаларын алып Германияға жібереді. Не болмаса жұмысы жоқ, басқасы жоқ, просто өтіріктен істеуі мүмкін. Ондай агенттіктерден де сақ болу керек. Жұмыс болмай қалған жағдайда біраз ақшасы қайтарылу керек. Басқа сондай шарттары болады. Договор соның барлығын келісіп, реттеп алған жөн. Денсаулығыңа көңіл бөл. Өйткені сіз Германияға келгенде Work and Travel программасы арқылы сіз жұмыс жасайсыз, сонымен қоса қыдырасыз. Елестетіңіз, сіз ауырып тұрсаңыз, не жұмыс жасай алмайсыз? Жұмыс жасай алмасаңыз, жұмыс берушіге де ешқандай пайда тигізе алмайсыз, ақшаңызды да ала алмай қаласыз. Сол үшін денсаулықты бірінші орынға қойып реттеу керек. Розовый очкимен келме. Розовый очки дегені бүйтіп тек қана travel Париждің астында маған сөз салады. Венецияда мен отырып кетемін, жүремін деген мен емес. Алдымен жұмыс деген заты бар. Work деген, не болмасам job деген бағыты бар. Дәл соны сіз бірінші істеңіз, ары қарай сіз реттейсіз. И жұмыс болғаннан кейін оның өзіне жараса бастапқыда қиыншылықтары болады. Сонымен қоса сабырлы бол. Яғни біздегі Қазақстанда өкінішке орай көптеген студенттер бітіреді, бітіргеннен кейін документ тапсырады, документ тапсырғаннан кейін сразу ойбай, келуім керек, ойбай, қашан шығады дейді. Жоқ, Германияда бюрократия. Бюрократия болғаннан кейін оны күту керек. Жай. Асықпай документті тапсырып қойдың ба, одан кейін күтуді, сабырлықты таныта ал. Қайта жазып шықты ма дегенмен ол процесс жылдамдамайды. Документ тапсырғаннан кейін Германиядағы жұмыспен қамтамасыз ету орталығы, не болмаса жұмысқа рұқсат беру орталығы ЦАФ өзін бергеннен кейін рұқсатнамасын, оның рұқсатын кез келген агентство өздері сіздерді қолдарыңызға жеткізеді. Германиядағы плюсы Америкамен салыстырғанда виза алу шансы өте жоғары, ешқандай консульмен собеседование болмайды. Документтеріңіз толық түгел болса тапсырсаңыздар, сразу аласыздар. Менталды түрде дайын бол. Қиындықтар бүкіл жерде болады. Сіз басқа системадан, басқа континенттен кеп тұрсыз, басқа ел, басқа жер, осының барлығына дайын болған түрде келіп бастасаңыз, дайын болып келсеңіз да, мен осын істеймін, мен көрем деп, мақсатты ақшаға емес, ел көру, жер көруге қою керек. Өйткені сіз ақша таба аласыз, алдағы уақытта Құдай қаласа. Но мынандай студент кездегі, жанып тұрған кездегі қыдыру ондай болмауы мүмкін. Ал концентрация тек ақшаға қойып келетін болса, мен всегда айтам студенттерге, ақша мақсатың болса Америкаға бар. Германияда сен тұрақты түрде жұмыс жасайсың, тұрақты ақшаңды аласың, 8 сағат не болмасам, Überstunde болатын болса 10 сағат ісіңді істейсің, сосын барып демалып, қыдырып қайтасың деп. Сондықтан осыны ферен жоппен барам деп жатқан студенттерге достарыңызға жіберіп қойыңыздар, біліп жүрсін.